Ассалаумағалейкум қазақ елі, отандастар, жерлестер, туыстар, бауырлар. Мен Машан қыздарыңыз, әдеттегідей Америкадан алдарыңызға шығып тұрмын. Бүгінде шыға салысымен өздеріңізден лайк жөнінде сұрай кетейін. Әрі осы менің арнамда тіркелмей көріп жүрген кісілер болатын болса, тіркеле кетіңіздер деп сұранамын. Комментарийларыңызды аямаңыздар, осы бейне жазбаларды әрі қарай тарқата отырыңыздар, ортамызды толтырыңыздар. Бұл YouTube арнасының осындай талаптарының бірі. Әрі мынау менің көрермендерім бүгінгі күні 29 мыңнан асыпты. Соны 30 мыңға жеткізуге ат салсуларыңызды сұраймын. Көптен көп рахмет. Ал тақырып бүгінгі сол мына биліктің, Тоқаевтың жаңағы қылмысы кеше күні қаншама халықты суға кетіргені. Жаңағы қазақта айтады ғой, бар енді мақал ма қайдам. Әкемнің өлгені өзіме жақсы болды, көпшігі көтеніме жақсы болды дейді. Ал бұны айтып тұрған себебім, мынау халықтың суға кеткені Тоқаевқа жақсы болып отыр. Ал көпшігі деп отырғанымыз мынау құйылып жатқан, қорға құйылып жатырған ақшалар құйылып жатыр ма, құйылмай жатыр ма, оны енді бір өздері біледі. Міне сол ақша келіп құйылып, бұның әр қарайғы жаңағы Тоқаевың бар, шабармандары бар, солардың шылқып былқып өмір сүрулеріне келіп жатқан қаржылар. Енді сол қорларды мынау жаңағы байсымақтар, мынау Forbes тізіміне енген байсымақтар қазақтардың арасынан шығып, солар да жаңағы өз үлесін қоспақшы екен, сол қорларды толтырмақшы екен. Олар бай емес, олар қарақшылар. Кеше күні халықтың бәр ақшасын ұрлап, жымқырып, сөйтіп байып, сол тізімге енген қарақшылар. Енді бүгінгі күні соны жаңағы мәрттікпен, бүгін өз үлестерін қосып, халыққа көмектеспекші екен. Ол халықтың өз ақшасы. Халықтың өз ақшасын өзіне қайтарыңдар. Бұлар қайтарып жатқан жоқ, оны жаңағы Тоқаевтың жалған қорларына салып жатыр. Ол қорлар барып Тоқаевтың айналасына, Тоқаевтың қалтасына құйылады. Олардың сөйтіп жаңағы мұрттарын балтада шаппай, солай әрі қарай шылқып былқып қалай өмір сүрді, солай өмірлерін жалғастыра береді. Ал қазақ болса, мына өз күнін өзі көріп, мына өз қотырын өзі қасып, бір-біріне көмегін беріп, сөйтіп жүре береді. Құдайға шүкір, ауызбіршілігіне мыңда бір рахмет. Халықтың бір-бірін тастап жатқан жоқ, көмектесіп жатыр. Көршілес, бауырлас елдер де келіп мына көмектерін аяп жатқан жоқ. Көмек деген міне осы. Көмек деп біз осыны айтамыз. Халықтың бір-біріне көмегін, көршілес елдердің көмегін біз көмек дейміз. Ал мынау ішкі биліктің, президенттің іс-әрекеттері осындай жағдайда бұл көмек болмайды, бұл қызмет болу керек. Сол қызметті халық талап ету керек. Өйткені сол халық соны бүгінгі күні асырап бағып отыр. Сол халықтың әр көз жасы, әр баласының аузынан жырған ақшаға шылқып бұлар өмір сүріп отыр, сөйтіп отырып қызметті жасамай отыр. Қызметтің орнына біз көмекті береміз деп құрғақ уәдемен келіп кетіп жатыр. Қазақ тағы да бұған сеніп отыр. Ай қазағым-ай, қашан оянасың, қашан осының бәрін сезініп, сыртқа айтасың. Әне жерде тағы да бір жерде кездесіп тұрған жерін көрсең, бәрі мүлемсіп, бастары салбырап, кәдімгі бір осы топан суды сол халық жасағандай Тоқаевты тыңдап тұр. Неге жұлып жемейсіңдер сол жерде? Жұлып же дегенге мен кәдімгідей физикалық түрде емес, сөзбен неге жемейсіңдер? Текті, нақты сөздермен неге сол жерде соны көміп тастамайсыңдар? Түсінбеймін. Ол жерге білем, ол жерге кіргізгендердің бәрі тексеруден өтіп, жұмған ауыздарын ашпайтын адамдарды апарып сол жерге қойып қойған, кәдімгідей мынау жаңағы бейне жазбаларды түсіріп алу үшін. Сол кісілердің енді
беті де жоқ екен. Сол жерде сүмірейіп, кешіріңіздер сөзімді, бастары салбырап, кәдімгі бір мектепте бірдеңені бүлдіріп қойған балдар сияқты сүмірейіп, соның Тоқаевтың өтірік уәделерін тыңдап тұрған. Неге сол кезде бетіне басып айтпайсыңдар? Қазақта қаншама сөздер бар астарлатып айтатын. Астарлап болса да қорқады екенсіңдер, мақұл, өзің үшін емес, бала шағаң үшін қорқады екенсің. Әй, сіздер үлкен кісілерсіздер ғой. Сол жерде камераға көресіздер ғой, қайтып сізді жұлып жеп атқанын. Түсінем, қамап жатыр, ана жас жігітті де апарып 10 тәулікке ма, 15 тәулікке қамап тастады. Тоқаевқа бәр шындықты айтқаны үшін. Тоқаевты осындай эфирде быт-шытын шығарып айтқаны үшін апарып қамап тастады. Қамайды. Бүгінгі күні сөйтіп қамайды. Бұның қолынан басқа ештеңке келмейді. Ол қызмет етпейді. Сол халқым, мына судың өзі де, толқын судың өзі де келіп, сіздерді оята алмай еткенге ұқсайды. Кетті деп сенгім келеді, бірақ әлі неше дүркін соғады деп айтылып отырған қауесеттер бар. Құдай бетін әмен қылсын, аман болыңыздар, аманшылықта қауышайық, ортаны толтырыңыздар. Мынау Әблязовтың айтқан ұяшықтары құрылуы тоқтамасын, жалғаса берсін, ортамыз тола берсін. Сөйтіп, бәріміз бірігіп, келе жатқан X күнінде бір кісідей мына билікті, сұм билікті, ұры билікті топан судай шайып тастап, өз батырымызды таққа отырғызып, бейбіт те берекелі Қазақстанымызға бет бұрайық. Алға қазақ елі.